Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді ауызда еритін песочный тестодан пирог дайындаймыз. Рецепті описанияға жазып кетемін. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұнымызға какао, қопсытқыш, тұз, қант, бөлме температурасындағы майды салып, крошка жасап аламыз. Крошканың үстіне бір жұмыртқа салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды екі тең емес бөлікке бөліп, кіші бөлігін мұздатқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сүзбеге 2 жұмыртқа, қант, ерітілген сары майды құйып, жүгері крахмалын салып, лопатканың көмегімен бір келкі масса жасап аламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жайып, бортик жасап аламыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Дайын болған салмамызды формамызға құйып, бір келкі етіп жайғастырамыз. Мұздатқыштағы қамырымызды алып, салмамыздың бетіне үккіштен өткіземіз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 40-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Айта кететін жайт, әркімнің пешінің пісіру уақыты әртүрлі. Сондықтан қарап тұрыңыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.